Фатиха сүресі Құранның анасы және Құранның кілті. Біз бүгін Фатиха сүрені дұрыс оқу үйренеміз және жиі келетін қателіктермен жұмыс бірге жасайтын боламыз. Әрісті бисмиллямен баста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бис син әріп бізде лазым сүкунмен келіп тұр, бұрыннан бар сүкунмен. Ол бізде яғни белгісімен келіп тұр. Және син әріп дұрыс дыбыстау үшін бұның бойында қандай сипаттар бар? Бірінші, ол бізде қарама-қайшылық сипаттар айтатын болсақ, ол сафир. Соны біз дұрыс дыбыстап үйренейік. Бисмилля. Одан кейін лавзатуллах ереже келіп тұр. Лавзатуллахты біз сол жерде оқыған кезде жіңішке болып оқимыз. Себебі ләм әріптің алдында касра әріп келіп тұр. Сол үшін ләм жіңішке оқылады. Бисмиллахир-ро. Ро әріп ол жерде бізде жуан болып оқылады. Бисмиллахир-ро. Себебі ол фатхалы болып келіп тұр. Бисмиллахир-рахман. Әріп бұрыннан бар сүкунмен келіп тұр, лазым сүкунмен. Және оның бойында қандай сипаттар бар? Ол бірінші бізде хамс әріп, одан кейін ол рахуа әлсіз, одан кейін оның бойында истифали сипаты бар және инфита қысымы жоқ. Ол қай жақтан шығады? Алқымның ортаңғы тұсынан махражы орналасқан. Бисмиллахир-рахмани-ма. Дыбыстаған кезде біз мәтпен дыбыстаймыз, екіге созамыз. Екіге созу уаджиб, ол мәт табиғи болады. Рахмани. Осы жерде бізде кішкентай жасырынып қалған алиф тұр. Рахманир-рахим. Одан кейін ро шадалаймыз. Себебі бізде уасыл хамза тұр. Уасыл хамза нені білдіреді? Уасыл хамза екі сөзді біріктіру, бір-біріне кіргізу, идғам деген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негізі мим әріпсіне сүкун жоқ. Харакатты касры келіп тұр, бірақ біз харакатты оқымаймыз. Жоқ жерде пайда болған сүкун көзге көрінбейді, бірақ біз соны дыбыстаймыз. Ол бізде арт сүкун, жоқ жерде пайда болған сүкун, ол арт сүкун. Енді арт сүкунның алды бізде мәт әріп келсе, тез келген мәт әріп келетін болса, ол мәт әріп болады. Қанс? Я әріп харакатсыз келіп тұр, ол мәт әріп. Одан кейін мим әріп арт сүкунмен келіп тұр, онда бізде я мәт, мим арт, мәт арт болады. Мәт арт екіге созу уаджиб, 4-6-ға жәйз. Енді біз Құранды орташа оқығандықтан біз оны 4-ке созамыз. Менімен бірге қайталаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Одан кейін мимді ғунамен бітіреміз. Фатиха сүресінің бірінші аяты. Алхамдулиллахи роббил аламин. Әл бізде осы жерде немен басталып жатыр? Уасыл хамзамен басталып жатыр. Бірақ уасыл хамзады біз ешқандай харакат көріп тұрған жоқпыз. Бірақ дыбыстаған кезде фатхалы дыбыстаймыз. Не үшін? Біз себебі ережеге сүйініп дыбыстаймыз. Ол қандай ереже? Уасыл хамзадан кейін ләм әріп келсе, онда уасыл хамза бізде фатхалы дыбысталады. Әл, ләм әріп сүкунмен келіп тұр, бұрыннан бар сүкун. Оның бойында қандай сипаттар бар? Ол жахар, жария, ол байын, орташа. Себебі оның дыбысы екі жақтан шығып кетеді. Одан кейін оның бойында қандай мәселе бар, қандай сипаты бар? Истифали, инфита қысымы жоқ. Және инхираф, ауытқу. Алхамду. Мим әріп сүкунмен келіп тұр. Қандай сүкун? Бұрыннан бар сүкун. Оның бойында қандай сипаттар бар? Оның бойында жахыр. Дыбыстан кезде біз тамағымыз дірілдейді. Және оның бойында қандай сипаты бар? Ол бізде байни, орташа. Жарты махраш ерінде, жарты кеңсіректе. Одан кейін истифали, одан кейін инфита қысымы жоқ. Соңғы сипаты ол бізде ғуна сипаты. Осы жерде ол бізде ережеге бағынатын болсақ, яғни ол бізде изғар, ашық. Алхамду.
әлхамду. Одан кейін лиллахи. Лавзатуллахты біз осы жерде ләм әріпті жіңішке болып дыбыстаймыз. Себебі ләм әріпінің алдында харакаты касра болып келсе, яғни қай ләм? Шадалайтын ләмді айтып жатырмыз. Оның алдында әріпте харакаты касра болса, онда лавзатуллахтағы ләмді біз жіңішке дыбыстаймыз. Лиллахи. Және бізде осы негізі көрінбейтін, көзге көрінбейтін мәт бар. Оны біз көтереміз. Лиллахи. Роббил. Бә бізде шәдім келіп тұр. Бірақ бәні біз ақысын беру үшін шадалаған кезде шадид арқылы бойында тұншығу деген сипаты бар. Роббил. Роббил дыбыстайтын болсақ, онда ол қате болады. Роббил. Роббил. Одан кейін бізде уасыл хамза келіп тұр. Уасыл хамза нені білдіреді? Екі сөзді біріктіру, қосу, ол идғам болады. Осы жерде бізде ләм сукундағасын, ол бізде идғам қамария болады. Роббил. Ләм әріп сукундым келіп тұр. Қандай сукун? Бұрыннан бар сукун. Он бойында біз бірінші әлхамду сөзде түсіндіріп бердік. Қандай сипаттары бар бойында. Одан кейін айн үстінде бізде мәт бар. Мәт ол бізде алиф болып келіп тұр. Екіге созу вәжіп болады. Ғаламин. Және нун әріп үстінде бізге харакат бар. Біз оны оқымаймыз. Неге? Себебі біз осы жерде тоқтағандықтан жоқ жерде пайда болған сукун, ол арт сукун көзге көрінбейді, бірақ біз не істейміз? Оны дыбыстаймыз. Енді қарайтын болсақ, арт сукунның алдына бізде я келіп тұр. Харакат жоқ, яғни ол бізде мәт әріп болады. Арт сукунның алдына мәт әріп келсе, ол мәт арт болады. Мәт арт екіге созу вәжіп, 4-6-ға жайыз. Біз 4-ке созамыз орташа тәртелге. Ғаламин. Мен бірге қайталаңыз. Әлхамдулиллахи роббил аламин. Нун әріпті біз ғунамен бітіреміз. Екінші аят. Ар-рахманир-рахим. Бізде тағы да осы жерде немен басталып жатыр? Уасыл хамзамен. Біз харакат көріп тұрған жоқ, біз көзге көрінбейді. Бірақ біз оны фат қылып дыбыстаймыз. Себебі уасыл хамзадан кейін бізде ләм әріп келіп тұр. Ол оқылса да, оқылмаса да. Бізде міндетті түрде оның алдында уасыл хамза келсе, онда деп дыбыстаймыз фатхалы. Ар-ро, ро әріп бізде жуан келіп тұр. Тафим, яғни ол фатхалы болғандықтан ар-рох. Ха әріп бізде сукун келіп тұр. Бұрынна бар сукун, оның бойында бізде ха әріпте хамс бар, оның бойында рахуа бар, және оның бойында бізде инфитах сипаты бар, ешқандай қысымы жоқ. Одан кейін ол истифал. Ар-рахма. Мим әріпсіне бізде мәт келіп тұр. Ол мәт тобиғи болады. Екіге созу вәжіп. Ар-рахманир. Одан кейін бізде уасыл хамза келіп тұр. Уасыл хамзаның қандай қызмет атқарады? Екі сөзді біріктіру. Одан кейін бізде ро әріп келіп тұр шадамен. Ол жуан оқылады, себебі фатхалы. Одан кейін бізде мияқта қандай болады? Бізде идғам болады. Біріктіру қандай? Шәмсия. Ар-рахманир-рахим. Мим әріп бізде касырмен келіп тұр осы аятта, бірақ біз харакат оқымаймыз, себебі жоқ жерде пайда болған сукун ол арт сукун. Арт сукунның алдында біз не көріп тұрық? Мәт әріп келіп көріп тұрық. Я әріп ешқандай харакатсыз келді, сол үшін біз не істейміз? Мим әріптің алдында мәт әріп келсе, онда мәт әріп болады. Мәт әріп екіге созу вәжіп, 4-6-ға жайыз. Тағы да қараңыз. Мим әріпсінен біз сукунны көріп тұрған жоқ. Жоқ жерде пайда болған ол арт сукун. Арт сукунның алдында мәт әріп келсе, мәт арт болады. Екіге созу вәжіп, 4-6-ға жайыз. Миммен біз сукунмен бітірген кезде, біз оны ғунамен бітіреміз. Миммен бірге қайталамыз. Ар-рахманир-рахим. Келесі аят.
Мәлики. Мәлики. Бізде осы жерде мим әрпісіне алиф тұр. Ол бізде мәт табиғи болады, екіге созу вәжіп. Мәлики яу. Вау әріп сүкунмен келіп тұр. Бұрыннан бар сүкун, ол лазым сүкун. Және вау әріпте қандай сипат бар? Ол жақыр, жария, оған бір ауа шығару қажет етпейді. Және оның бойында қандай сипаттар бар? Ол бізде рахуа, әлсіз дыбысы жалғасып кете береді. Яу, яу. Одан кейін оның бойында истифаля және инфитах қысымы жоғары. Одан кейін қарама-қайшылық жоқ сипат, ол бізде харфли, жұмсақ. Яу, яу, қате. Яумид. Одан кейін бізде мим әріптен кейін уасыл хамза келіп тұр. Уасыл хамза ол біріктіру деген ереже болып келеді. Екі сөзді біріктіру, қосу деген. Одан кейін қараңыз. Дәл әріп шәдімен келіп тұр, ол бізде идғам болады. Идғам шәмсия. Себебі ләм әріптен кейін бізде шәмсия әріп келіп тұр. Бірақ дәл дыбыс, дұрыс дыбыстау үшін шәдіні біз не істейміз? Оның бойында тұншығу деген процесс болады шәдалаған кезде. Яумиддин. Нун әріп немен келіп тұр? Касра. Бірақ біз соны харакатты оқымаймыз. Себебі жоқ жерде пайда болған сүкун, ол арт сүкун. Арт сүкунның алдына мәт әріп келсе, ол мәт арт болады. Мәт әрт екіге созу вәжіп, 4-6-ға жәйіз. Біз орташа тәртелмен 4-ке созамыз. Менімен бірге қайталаңыз. Мәлики яумиддин. Одан кейін нунды соңында ғунамен бітіреміз. Келесі аят. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Бізде бірінші хамзамен басталып жатыр. Хамзаны біз қалай дыбыстаймыз? Біз оны лақтыру арқылы дыбыстаймыз. Ияка қате болады. Ияка, ияка. Одан кейін я әріп шәдімен келіп тұр. Шәдіні ашатын болса, бірінші әріп бізде сүкун, екінші әріп харакат. Енді қалай дыбыстаймыз? Ияка, ияка. Я әріп шәдімен, одан кейін бізде мәт әріп келіп тұр. Ол мәт табиғи болады, екіге созу вәжіп. Ияка нa'буду, нa'буду, нa'буду. Айн әріп сүкунмен келіп тұр. Айн әріп дұрыс дыбыстау үшін ол алқымның орта жағынан дыбысталады. Одан кейін оның бойында қандай сипаттар? Ол жақыр, жария, оны бір ауа итеру қажет етпейді. Одан кейін оның бойында истифаля сипаты бар, ол байына, орташа. Одан кейін оның инфитах қысымы жоқ әріп болып келеді. Одан кейін қарайтын болсаңыз, бізде мына жақта екі дама қатармен келіп тұр. Көпшілік қандай қате жасайды? Нa'буду жоқ. Нa'буду. Әр әріптің өзі дамасы бар. Ақысын бере көреміз. Ва ияка, ияка. Тағы да хамзаны лақтырып, қаяққа кіреміз біз? Я әріпке кіріп кетеміз шадаға. Одан кейін бізде мәт келіп тұр, мәт тобиға екіге созу вәжіп. Ияка нас, нас, нас. Син әріпті дұрыс дыбыстау үшін оның бойында хам сипаты бар, рахуа сипаты бар. Ол истифаля және инфитах қысымы жоқ. Және оның бойында бізде қарама-қайшылық сипат, ол сафир. Настаин. Нун әріпті бізде дама келіп тұр, біз оны оқымаймыз. Жоқ жерде пайда болған сүкун, ол арт сүкун. Арт сүкунның алдында мәт әріп келсе, мәт әріп болады. Мәт әріп екіге созу вәжіп, 4-6-ға жәйіз. Бірақ біз 4-ке созамыз орташа тәртелмен. Сосын және нунды біз соны дыбыстаған кезде ғунаны білдіріп кетуге ұмытпаймыз. Немен бірге қайталаңыз. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Келесі аят. Ихдинас сиратал мустақим. Негізі бізде неме басталып жатыр? Уасыл хамза. Бірақ ода харакат жоқ. Одан кейін ләм әріп жоқ. Енді не істейміз? Әрине біз үшінші әріпке сүйенеміз. Хамза әріппен санағанда үшінші әріп болады. Ол бізде фатқалы, яқи, қасыралы болса, онда бізде уасыл хамза касыралы болады. Ереже сондай. Одан кейін әріп бізде сүкунмен келіп тұр. Бұрыннан бар сүкун, оның бойында қандай сипаттар бар?
ол бірінші хамс, ауа. Көпшілік айтқан кезде ол жаңа айтады, ол кіндіктен шығады. Ол кіндікте емес, ауыздан шығады, тек не істейміз біз? Оған ентігу жасаймыз. Ихдина сыратоль. Ихдина. Енді қарайтын болсақ, нун әріптен кейін бізде мәт келіп тұр, бірақ осы жерде біз оны қолданбаймыз. Себебі мәттен кейін уасыл хамза келсе, онда біз созбаймыз. Уасыл хамза не істеп тұр мына жерде? Екі сөзді біріктіру, қосу аятының ішінде. Одан кейін сот әріпті шадалаймыз. Себебі ол бізде қандай идғам? Идғам шәмсия. Ләм әріптен кейін шәмсия әріп келді. Ихдинас, сотқа кіріп кетеміз. Ихдинас сыра. Ро әріптің үстінде бізде не тұр? Ихдинас сыра. Ро әріптің үстінде бізде әлиф тұр. Ол бізде мәт тобиғи болады, екіге созу уәжіп. Ихдинас сыратоль. Енді тағы да бізде қарайтын болсақ, мынау то әріп бізде жуан. То дейтін болсақ қате болады. Та. Одан кейін сот әріп дыбыстаған кезде жуан. Си қате болады. Сы. Одан кейін тағы да сізге бір қателік айтып кетейін, көпшілік жасайтын. Ихдинос. Өзіңізді тыңдап көріңіз, жарай ма? Ихдина. Бөлек айтып көріңіз. Ихдина. Одан кейін ихдина сыратоль. То әріптен кейін уасыл хамза келіп тұр. Ол не істеп жатыр? Яғни оның қандай қызмет атқарып жатыр? Екі сөзді біріктіру. Одан кейін ләм немен келіп тұр? Сукунмен келіп тұр. Одан кейін мим әріп келіп тұр. Ол бізде идғам камария болады. Сыратоль мус. Тағы да син әріп келіп тұр. Бұрыннан бар сукун, ол бізде лазым сукун. Оның бойында қандай сипаттар бар? Хамс, ауа шығады, өздері ахуа, дыбыс жалғаса береді, одан кейін истифаля, жіңішке, одан кейін ифтах қысымы жоқ. Ләм әріптің бойында қандай сипаттар бар? Ол жахыр. Ол бізде сукунмен келген кезде, ол бізде байына болып дыбыстаймыз, ол бойында истифаля бар, инфитах бар, және инхироф, ауытқу. Одан кейін сыратоль мустақим. Қи. Бізде қоф әріп бізде қандай болып келіп тұр? Истиғля. Кастралы. Қиым жоқ. Қиым. Мим әріпте бізде ешқандай осы жерде сукун жоқ, бірақ біз не істейміз? Қарақатты оқымай, жоқ жерде пайда болған сукун, ол арт сукун. Арт сукунның алдына мәт әріп келсе, ол мәт арт болады. Мәт арт. Екіге созу уәжіп, 4-6-ға жәйіз. Біз орташа тәртібімен 4-ке созамыз. Менімен бірге қайталаңыз. Ихдина сыратоль мустақим. Және мемді ғунамен бітіреміз. Сыра. Сот әріппен бастап жатыр. Сот әріпті біз кәсірмен айтқан кезде си емес, сы. Сыра. Ро әріп жуан келіп тұр, себебі ол фатхалы, истиғля. Және оның үстіне не тұр? Мәт тұр. Ол мәт бізде тобиғи болады, екіге созу уәжіп. Сыратолләзина. Уасыл хамза не істеп тұр? Екі сөзді біріктіріп қосу. Сыратолләзина. Одан кейін ләм әріп шаталған кезде сыратолләзина жоқ. Сыратолләзина. Ол да қате. Сыратолләзина. Ләзина. Одан кейін зә әріптен кейін, яғни сақау әріптен кейін бізде не келіп тұр? Мәт келіп тұр. Қандай мәт? Ол мәт табиғи болады, екіге созу уәжіп. Сыратолләзина. Ән'амта. Нун әріп сукунмен келіп тұр. Және оның алдында хамза. Хамзаны айтатын болсақ, хамнан дұрыс дыбыстау үшін біз оны лақтырып үйрену керекпіз. Алқымның ең төмендегі тұсынан дыбысталады, лақтырамыз. Ән'амта жоқ. Ән'амта. Нун әріп бізде сукунмен келіп тұр. Бұрыннан бар сукун, ол қаяқтан махраж жолдасқан тілде және ғунна деген кеңсіректен шығады. Ол жақыр, оған бір ауа шығару қажет етпейді, және оның бойында не бар? Оның бойында бізде жақыр сипаты бар. Ол бізде бания жартысы тілде, жартысы ғунада, кеңсіректе. Ол истифали жіңішке, оның инфитах қысымы жоқ, және ол ғунна деген сипаты бар.
бұл жерде бізде әлсіз ғұнна келіп тұр, себебі ол сукун. Одан кейін ән'амта, мим тағы да бізде сукун келіп тұр, ол да ерін изғар болады. Мына нунға қатысты изғар болса, мынау ерін изғар. Одан кейін оның бойында мимде жахыр. Одан кейін ол қандай сипат? Вани орташа, жартысы ерін, жартысы кеңсірек. Одан кейін ол истифаля, инфитах және нун әріптікіндей ол ғуна сипаты бар. Ән'амта алейхим, алейхим. Я әріп сукунмен келіп тұр. Бұрына бар сукун, ол қандай? Лазым сукуны. Я әріпті дұрыс дыбыстау үшін біз тілдің ортасын таңдайдың ортасына тигізу арқылы шығарамыз махраж, және оның бойында бізде жахыр сипаты бар. Оның бойында бізде рахуа, әлсіз дыбыс жалғаса береді. Одан кейін оның бойында истифаля, жіңішке, инфитах, тілінде бір қысым жасау қажет етпейді. Және оның бойында бізде қарама-қайшылық сипат, ол харфлин, жұмсақ әріп. Алейхим, жоқ, алейхим, алейхим, алейхим. Одан кейін мим әріп сукунмен келіп тұр, ол изғар. Біз алдында сөзде оны бізде сізге түсіндіріп бердік. Одан кейін ары қарай ғо әріп жуан келіп тұр. Ғо ерін жинау, ол қате болады. Ғо жай ғана истигра дыбыстасам шектілікті. Одан кейін ғойрил, я әріп сукунмен келіп тұр. Алдында сөзде біз оны сізге түсіндіріп бердік, қандай сипаттары бар бойында. Одан кейін ро әріп кәсірім келіп тұр, ол бізге өшіде жіңішке истифаля. Ғойрил, ғойрил. Одан кейін ро әріптен кейін бізде васл хамза келіп тұр. Васл хамза қандай қызмет атқарады? Екі сөзді біріктіру. Және қараңыз, васл хамза деген лям сукунмен басталып жатыр, және одан кейін мим әріп келіп тұр, ол бізде идғам камария болады. Ғойрил мағдуби, мағдуби. Ғойн әріп немен келіп тұр? Сукун, лазым сукун, бұрыннан бар сукун, оның бойында мағдуб деген кезде жахыр, ол жария, оны бір ауа шығару қажет етпейді. Және оның бойында не бар? Ол бізде жахыр, рахуа, дыбыс жалғаса береді, тұншығу деген процесс жоқ. Одан кейін ол бізде истигля, міне жуан, мағдуби, ұғо. Одан кейін ол инфитах қысымы жоқ әріп болып келеді. Одан кейін дот әріп. Дот бізде өте жуан әріп, ол итпақ болып келеді, ол бізде истигля. Одан кейін мәт әріп келіп тұр. Мәт әріп бізде мәт тобиғи болады, екі созу уәжіп. Мағдуби. Одан кейін алейхим. Я әріп тағы да сукунмен келіп тұр. Біз соны үстінде сөздерді түсіндіріп бердік сізге. Алейхим. Мим әріп жоқ жерде пайда, мим әріп бізде сукунмен келіп тұр. Лазым сукунмен, ол бізде изғары болып келіп тұр. Валя, валя. Одан кейін бізде келесі васл хамза келіп тұр. Васл хамза қандай қызмет атқарады? Екі сөзді біріктіру, қосу деген. Одан кейін дот әріп келіп тұр, ол бізде идғам шәмсия болады. Валяд. Дотта әріпті дұрыс дыбыстау үшін бірінші махраж анықтайықшы. Валядо. Нет, тілдің алдымен жұмыс жасамаймыз. Тілдің екі жегі үстінде азу тістерге тіс жағына тигізу арқылы шығады. Және оның бойында 5 сипаты бар. Ол бізде жахыр, жария. Ол бізде не? Ол бізде рахуа. Әлсіз тұншығу деген жоқ. Валяд тұншықпаңыз, ол қате. Ол жаңа одан не бар тағы да бойында? Истигля. Одан кейін ол итпақ қысымы бар. Тілдің таңдайының ортасында қысым бар оның. Және ол үсте толы, тек бір махражға екінші махражын өту. Тілді, яғни жылжыту деген процесс болады бойында. Валяд, валяд, валяддаллин. Одан кейін дот әріптенге бізде мәт келіп тұр. Мәт үстіне белгісі бар. Одан кейін ләм әріп шәдім келіп тұр. Шәдіні ашатын болсақ, бізде бірінші әріп сукун ғой. Сол үшін мәт әріптен кейін сукун келсе, ол ашық форматта келсін, ол шәдін ішіне келсін, ол бізде мәт лазым болады. Мәт лазымды біз алтыға созу ваджиб болады. Ауыр сөз ол болып келеді, себебі одан кейін шәдімен келіп тұрғандықтан.
егер сіз валадо деп оқитын болсаңыз, ол үлкен қате болады. Валадоллин. Одан кейін ләм әріп бізде шада келіп тұр, сол үшін шадағы біз не істейміз? Кіреміз. Валадоллин. Нун әріпте бізде харакаты фатхылы, біз оқымаймыз. Жоқ жерде пайда болған сүкун, арт сүкун. Арт сүкунның алдына мәт әріп келіп тұр, я әріп. Бізде ол мәт арт болады. Мәт арт ереже 2-ге созу уәжіп, 4-6-ға жайыз. 2, 4, 6. Біз 4-ке созамыз орташа тәртиппен. Менімен бірге қайталансын. Сираталлазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Енді бәріміз бірге қосылып, полностью толықта басынан бастап сүрені қайталап шығайық бұйырса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Баршамызға пайдалы болсын.